Мынандай адамдар пайда болды ғой. Ата бабасының басына барсаң, Аллаға серік қосқан боласың, бірдеңе ата бабаның басына бару болмайды дейтіндер пайда болды ғой. Соларға жауап ретінде айтайын сіздерге. Мына жерде пайғамбарымыздың хадисін жазып қойды шалдар. Бұрынғы жазулар мынаның бәрі баяғыда. Не дейді? Қола Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам дейді. Яғни арабшадан аударғанда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Енді ары қарай айтты деп осы өтпе хадис кетеді мына жерде. Иза тахиртумул фил амур фа астағину минат ахлил қубур дейді. Көрдіңіз ба? Жандарын жабырқаған кезде дейді. Жандарын жабырқап күйзеліске ұшыраған кезде қабір иелеріне барып жәрдем сұраңдар дейді. Пайғамбарымыздың сөзі. Міне соны тасқа таңбымен жазып кеткен. Біз адаспауымыз керек, әртүрлі әңгіме айтып. Ата-бабаларымыз қандай жолмен жүрген болса, сонымен жүрген керек. Міне дәлел. Ата-бабаға құдай ретінде табының деп атқан жоқ. Солардан бір кішкене бір не сұраңдар дейді да, медет сұраңдар дейді. Олар да біз үшін Аллаға жалбарынсын дейді да. Сондай мағынада айтады. Қабір иелерінен жәрдем сұраңдар деген хадис бар ма? Толық нақтырақ жауап беріңіз. Иә, интернетте соңғы кездері бауырлар мынадай хадис тарқатып жүр. Егер ида тахайяртум фил умур фасалу мин ахлил қубур деп айтып жүр хадисте. Егер бір дүние істерінде қиналсаңдар, қабір иелерінен сұраңдар дейді. Бұл хадис өтірік хадис, жалғанда емес. Өтірік хадис бауырлар. Ол хадистің соңынан еру қате болады. Бұл бір адамның айтқаны десе мүмкін дұрысырақ болады. Хадис емес. Бұл бір адамның айтқанынан еру, бір ғалым кісінің айтқаны шығар, өмірден көргенінен айтқаны шығар. Енді ол адам болғасын қателеседі. Бірақ бұл пайғамбар сөзі емес бауырлар. Сондықтан ол күмән сіздердің жүректеріңізге кірмесін. Істеріңізде қиналсаңдар, қабір егелерінен барып сұраңдар деген хадис жоқ, хадис жоқ ол нәрсе.